басым жоғарыдан құлап едім. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мистер Бейбіт. Достар, бүгін мен аңшының өмірі екінші жалғастыратын болам. Доктор Стрендж мені қай жерге телепорт етіп жіберді. Босқа құлап басынан қан ағып отыр. Жарайды, мына жерге тұрайын, жаңбырға тисе аштады. Жарайды, еркек қызға жүре берейік. Достар, ассалаумағалейкум достар, сіздермен тағы да амандасып кетейік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мистер Бейбіт. Достар, бүгін біз аңшының өмірі достар, маған тез арада доктор Стрендж табу керек, және де бұл қалада не үшін ешкім жоқ достар. Төмендер жазып кетіңіздерші. Аяқ киімің менің аяқ киімім бізде мынандай ырым бар. Найзағай аппақ, егер найзағай ұрған кезде ақ нәрсеге жаламау керек, және де ақ киім кимеу керек, өйткені ақ нәрсеге найзағай түседі дейді. Сондай ырым бар. Сол себепті мен мына жерде ақ гөлеш менде. Ой, қайда гөлеш? Ақ кроссовка. Қазірше осы үйде түней тұр. Ой, жарғанат. Ой, жарғанаттан қорқам. Ой, кет. Ойбай, мама. Жарғанаттан қорқам негізі. Жоғарысына көтеріп кетейік. Ешкім жоқ па? Ешкім жоқ. Жүре берекші. Жоғарысына көтеріп, жарғанатқа қарай келсе, ойбай. Үштерін алмай. Отырайық анда. Сөйлем. Не? Кім ол сөйлеген? Бұл мен, доктор Стрендж. Доктор Стрендж, мен сіз таппай қиналып жүрсем, қаяқтасыз, көзге көрмейсіз ғой. Мен саған телепорт арқылы келген жоқпын. Мен саған арнайы сөйлеп тұрмын. Мен сені көре алам, бірақ сен мені көре алмайсың. Жарайды, мен бұл жерге не үшін телепорт жасап жеріңіз? Сіз басыңыз жасай ма сіздің? Тез өзінің жеріне қайтарың, мен үйім бар, тамақ бәрі сияқты. Мына жерде мен қарным ашып өлем, адамдар жоқ қой мына жерде. Үйлердің іші пустой. Мен әдеге сені бұл жерге жібердім. Егер сен өз үйіңде қала беретін болсаң, сен өліп қалушы едің. Не үшін? Өйткені сен тұрып отқан қалада, маньяк дегенде құбыжықтар. Құбыжық дегенде саған түсіндіру беретін болды. Сен тұрып отқан жерде ужастар болады. Сол адамдарды сен бірдеңе қылып өлтірсең, саған любой супергеройдың персонажын берем. Жалпы сол сияқты ұшап бұлай тораталама. Түсіндім, сен өрмекші адам болғың келе ме? Иә, өрмекші адам маған қатты ұнайды. Стеналарға жабысып, күші деп торатқан ұнайды. Ол үшін сен әлгі екеуін өлтіруің керексің. Олар екеу. Олар әлсіз емес, ең мықты босс. Не болды сонда? Олармен костюмді киіп шақасың ба? Костюмді киіп шақасың, ал егер ұтылып қалатын болсаң, костюм жоғалады. Костюм менде болады, ал өзің өміріңді аласың. Ол екеу сенің үй жағында. Үйіңді қиратады ма, білмеймін оны. Сен ол екеу қалаға келмес бұрын бір тұзақ құрасың ба, өзің білектеп. Сол екеуін өлтірсең, саған өрмекші адам персонажыңды берем, торатасың қалағансың. Рахмет сізге, конечно, смело айыратын болам. Жақсы, сау бол. Тоқтаң. Доктор Стрендж. Мен оларды қалай өлтірем? Босс дейді еще. Босс деген Майнкрафтта ең үлкен, және де жағына жай кететін ең мықты персонажды айтады. Персонаж соған. Жарғанат. Мен үшін мына жарғанаттың өзі ең қорқынышты босс. Жақындамаймыз. Ой, түріне. Қыз сияқты болып қалдым, бір жарғанаттан қорқатын. Жарайды, телепортымызды қосайық. Уақытыр. Мына жерге қосайық. Нормальный бәрі менде. Маған енді тұзақ құру керек. Ал достар, мен тұзақ құрып болған соң жалғастырамын видеоны.
ана қара бал не нәрсе? Жетіп алды да қай жерге лақтырды? Жерден тұрып былайынан лақтырып жүрді ғой. Әйтеуір дегенде еш жерім ауырған жоқ. Шарит, мен тұзақ құрамаймын, мияқта заттар жоқ қой. Достар, ол боспен шайқасқанды көргілерің келсе, бәлкім осы жерде шайқасатын боламын. Боспен шайқасатынды көргілерің келсе, осыған давай 100 лайк жинап тастайықшы, достар. 100 лайктан кейін шығатын болады. Мен не істесем болады, жоқтан. Көрмекші адамын алғым келеді. Алшам. Бетек онда. Бетеге апарып қояйық та. Болды. Кет. Ал, мен дайындала берейін. Дайындала бермеймін де. Достар. Мен анаған бірінші тұзақ құра алмаймын ау, мынақта керек заттар жоқ. Мен просто былай заттар қылыш жасап мынандай. Мына үйлерді бұзуға тура келеді. Жарайды. Короче. Чё за мектеп мына? Сіздермен болған мен мистер Бейбіт, достар. Келесі жүзгенше қош сау болыңыздар. Осының үшінші бөлім шықтын десеңіздер, 100 лайктан кейін. Бұл бөлім аз болды, өйткені қалай түсіретінді білмедім, сөйтіп ойыма осы ғана келді. Ары қарай не істерімді білмеймін. Сіздермен болған мен мистер Бейбіт. Келесі жүзгенше қош сау болыңыздар.